Достар, сәлем, менің есімім Нұржоба Ванель, мен сексолог тренермін, және де бұл сыр білім парақшасы. Бүгінгі тақырып қоздыратын шоколад немесе қозу шоколады. Оны тағы да афродизиактармен бірге жасалынған шоколад дейді. Оны естіген шығарсыңдар, секс-шоптарда сатылады. Бірақ қаншалықты бұл жасайтын нәрсе, ол қалай жұмыс жасайды, алу керек пе? Бүгін барлығын соны мен сендерге түсіндірейін. Ең бірінші сұрақ, не үшін осындай қоздыратын шоколад керек? Ол қалай жасалады, да? Ең алдымен афродизиак деген нәрсе бұл табиғи бір құрамындағы компонент, және де ол шоколадтың ішінде бар, да, то есть бір түрлі жемістерде, тамақтарда табиғи заттардың ішіндегі құрамында бар қоздыратын компонент, құрамында бар. Бұл қоздыратын табиғи компонент әйелдерге әртүрлі, кейбір кезде еркектерге әртүрлі, то есть әр әйелге мен еркекке түрлі әсерін тигізеді, бірақ жалпы ол энергия береді, қозу, настроение көтереді, то есть осындай бір эффект береді, да, соны тамаққа әртүрлі қосады қосымша түрде, және де бір осындай эффект береді. Оны әрине не үшін қолданады дегенде, бұл төсек қарым-қатынасын жақсарту үшін, қызығушылықты арттыру үшін, жалпы күйеу мен әйел арасындағы қарым-қатынасты жақсарту мақсатында күшейту. Оның әртүрлі түрлері бар. Қазір шоколадты қарасақ, нарықта ол түрлі химикаттар қосылуы мүмкін. Міндетті түрде любой тамақ жегенде алғанда состав құрамын қараңыз да, қаншалықты ішінде құрамындар бар да, түрлі химикаттар мүмкін, ол болмайтын құрамында нәрселер бар да, запрещенный да. Ондайларды қарастырыңыз міндетті түрде. Бірақ табиғи құрамында шоколад, осындай афродизиактар қосылса, бұл неге жемеске, да? Енді оны алғанға дейін қаншалықты әйелге әсер етеді, және де қаншалықты еркекке әсер етеді. Мына жерде өте маңызды нәрсе, бұл әйелдің қозу процесі еркектен кішкене басқаша, да? Әйел қозу үшін міндетті түрде қарым-қатынас байланысты, себебі әйел адам қозу үшін психология тарапынан дайын болу керек, ынтасы болу керек. Сол үшін егер де әйел шаршаған немесе уайым, шаршаған, ладно, реніші, уайымы бірдеме ішінде бар болса, ол төсек қатынасқа қанша шоколад жесе де, кішкене настроение көтерсе де, бәрібір қатынасқа бір қызығушылық болмайды, себебі базовый нәрсе бұл реттелмеген, да, яғни қарым-қатынас реттелмеген. Әйел адам сол үшін қозбайды, жыныс қатынасқа да түскісі келмейді. Ол біріншісі. Екіншісі, әрине бұл әйел адам уже настроениесі жақсы, қарым-қатынасы жақсы күйеумен, да, бірақ шаршаған или настроениесі жоқ болса, бірақ қарым-қатынасы жақсы күйеумен, сөйлеседі, реттейді, да, осындай нәрсе. Шоколад жесе, керісінше жақсы эффект береді, себебі настроениесі көтереді, энергиясы көтеріледі, да. То есть осындай эффект береді, осы қозу шоколады, төсек қарым-қатынасқа желаниясы ашылады, да, осылай. То есть базовый әйелді қарастырсақ, өте базовый нәрсе, бастапқы бұл қаншалықты күйеумен қарым-қатынасы дұрыс. Дұрыс дегенде, реніш, уайым ештеңе сақталмаған, бәрі ашық айтылады. Бұл мен оны айта берем, любой психолог, да, сексолог айтады, бұл ең басты, себебі онсыз болмайды, да, онсыз эффект болмауы да мүмкін. Вот. Соны міндетті түрде қарастырыңыз, да, шоколадты жегенге дейін, любой афродизиак жегенге дейін. Өте маңызды. И плюс әйел адам еще, әсіресе көп балалы ана болса, ұйқысы қанық, өзін жақсы сезсе, да, осындай самочувствие жақсы болса, онда әрине шоколад одан да әсері жақсы болады, да, потому что уже базовый нәрсесі жақсы. Еркекке кішкене басқаша, еркек қоза береді, қарым-қатынасы реніш, уайым болса да, кішкене әйел сияқты емес. Сол үшін еркек адам осындай нәрселерді жегенде, олардың қозу процесі басқаша сразу әсер етеді. Жеңілек, да? Біз қозу айтқанда, мен баяғыда айтқам, қозу әйел мен еркек бұл су сияқты, әйелде, еркекте от сияқты. Әйел су сияқты, ол қайнату керек, да, кішкене жылыту керек, уақыт керек. Ал еркек от сразу да тез қозып кетеді. Сол үшін бізде қозу әр қалай кішкене соны үйрену керек, да? Әйелге кішкене уақыт беру, кішкене фундамент жасау, да? Еркекке жеңілдеу. Сол үшін осындай афродизиак жегенде еркектерге бұл жақсы. Міндетті түрде қарастырыңыз, еркек адам
әрине дені сау болу керек. Әсіресе урология тарапынан да қаралып, бәрі там анализ тапсырып, бәрі нормада болу керек. Әрине, егер де еркек адам ауырса, мүше тарапынан да, жыныстық денсаулық тарапынан мәселе болса, ондай эффект болмауы да мүмкін. Сол үшін мен мына жерде шоколад дегенде міндетті түрде осындай база нәрселерді қарастырыңыз да, что денсаулығыңыз дұрыс, өзіңізді жақсы сезінесіз. Ешқандай уайым, реніш прям қазіргі таңда жоқ. В принципе, бәрі нормально, бәрі реттелген. Осындай уақытта неге жемеске да қараңыз. Енді алу керек пе? Менің ойымша алу керек. Себебі бұл қосымша қызықтыратын нәрсе екеуіңіз арасында да. Бір-біріне жейсіз, дайындаласыз, давай жейік, тем более как бы шоколад да, күшті. Шаймен бірге жейсіз ба? Тамақ жеп, сосын шоколад жейсіз ба да? Ну, то есть ол бір-біріңізге бір жаңадан да қызығушылық арттыратын тағам. Әрине, оның сапасы жақсысын алыңыз, обязательно да, потому что зиян тимесін, жақсы, сапасы зор. Бағасы мүмкін басқаша болуы мүмкін, плюс-минус, бірақ в принципе алып көруге болады. Ұнаса алып қойыңыздар, бола берсін. Давай шоколад жейік, давай да, бір ойын ретінде жеп да, қарым-қатынаста жақсарттыңыз. Сол үшін менің ойымша алу керек. Қараңыз да, мүмкін біреулерге онша эффект болмайды, біреуге күшті болады. Неге да? Бір рет алып, қарап неге жемеске. Қайда алу керек? Кімнен алу керек? Қанша тұрады деген жандар болса, коммент қалдырыңыз. Мен міндетті түрде бұл тақырыпты еще тағы да көрсетем, ашамын. Қызық болса жазыңыздар да, плюс қойыңыз, лайк басыңыз. Қызық болса мен міндетті түрде бөлісемін. Себебі бұл күшті нәрсе негізінен. Осындай екі ара қарым-қатынасты жақсартатын құралдар, всякие тағамдар, әсіресе сапасы жоғары болса күшті. Мен осындайларды жақсы көремін, и міндетті түрде сендермен осындай ақпаратпен бөлісемін, достар. Все, сұрақтар болса жазыңыздар, жеген жандар болса тоже бөлісіңіздер. Мүмкін оқырман арасында біреулерде уже тәжірибесі бар, ұнайды, ұнамайды, қайсысын жедіңдер, қайсыдан, то есть фирмасы қайдан алдыңыз, сол барлығын тоже бөлісіңіз, давайте көрейік. Все, достар, көріскенше, менің парақшама міндетті түрде тіркеліңіздер, Инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Көріскенше.